Табиғат анамыздың бүгінгі ахуалына, халық даналығын құлағына құйып өскен, құнарына қанып өскен әр адам бейжай қарай алмас керек. Мен де сондай ұрпақтың өкілі, әрі пән мұғалімі ретінде осындай авторлық бағдарламамды ұсынып отырмын. Мен Әзімбаева Гаухар Құралқызы, нөмірі 86 мектеп гимназиясының химия және биология пәнінің мұғалімі, өзімнің 5 сыныпқа арналған элективті курсым Қазақ халқының табиғатты қорғау дәстүрлері атты элективті курс бағдарламамды ұсынып отырмын. Бағдарламаны іске асыру кезеңдерін негізгі 3-ке бөлдім. Бірінші кезең ұйымдастырушылық, талдамалық, жобаны әзірлеу, қоғамдық талқылау, жобаның түпкілікті нұсқасын бекіту болып табылады. Екінші кезең бұл практикалық, жобаның жетекші кезеңдерін іске асыру, яғни балалармен практикалық жұмыстарды жүргізу кезеңі болып келеді. Үшінші қорытындылау, қорытынды шығару және жобаны іске асыру нәтижелерін талдау болып табылады. Сонымен қатар осы авторлық бағдарламаның әрмен қарай жалғасуда жоспарланған жұмыстарынан кішкене ғана сіздерге айтып кетіп отырсам, сіз тұрған аймақтың экологиялық проблемаларын туындау тарихы, менің қаламның тарихы атты эссе, пікір алмасу, сонымен талдау жүргіздік. Және де сайыс сабақтары, топтық жұмыстар, жеке мақал-мәтелдер және тиым сөздерді жазу арқылы біз балалардың бойына сіңіріп осындай жұмыстарды атқардым. Жер асты патшалығы, шұбалшаңның пайдасы, балалармен бірге бірлесе отырып, жерді қазу арқылы біз шұбалшаңның сырт бейнесімен таныса отырып, жер асты патшалығына саяхат жасап, зертханалық жұмыс жасадық. Кім жылда мақал-мәтелдер мен даналық сөздер атты сайысын өткіздік. Сонымен қатар біз экскурсия жасап, Ақмола облысы Қорғалжын ауданындағы Қорғалжын қорығына саяхат жасап, балалармен сол Қорғалжын қорығындағы көптеген өсімдіктер мен жануарлар, құстардың өте кең бай мекен екенін көріп қайттық. Және де оқушылармен бірлесе отырып практикалық жұмыстар жүргіздік. Ол практикалық жұмыстарымыз біздің мектеп айналасын көгалдандыру, гүлзар бақтарына айналдыру және осы мектептің айналасындағы әдемі гүлдермен, өсімдіктермен, талдармен, шөптесін ағаштармен байытып өзіміздің үлесін қосып отырдық. Осы авторлық бағдарламамның барысында біздің негізгі күтілетін нәтижелеріміз қазақ болмысын таниды, экологияның білім беру арқылы және тұлғаның білім біліп дағдыларын дамиды. Табиғат пен қазақ арасындағы танымдық көзқарастары тани бастайды балалар. Оқушылардың өзіндік пікірі мен көзқарасы пайда болады және де өзінің мамандықтың білгірі болатынына мен сенімді боламын деп ойлаймын. Табиғатты түсінуге, оларды қорғауға үйренеді.